әсіресе алма бағының агробиологиялық түрлілігін қайта қалпына келтіру және қорғау жұмыстарына ерекше назар аударылған. Тарк ауданының 1,5%-ін барлық мәдени алма сорттарының нарығы тиек болып табылатын Сибирь алмасы алып жатыр. Ерекше бақылауды қажет ететін жеміс ағашы Литвинский алмасы ғаламдық маңызға ие генетикалық қорға тармақ. Сибирь алмасының ғылыми атауы Санкт-Петербург қаласының дәріхана қызметкері Иоанн Сибирский тікелей қатысты. Ол 1827 жылы алғаш аталмыш алманы зерттеген жан. Кейіннен 1929 жылы орыстың ұлы ғалымы Вавилов Орталық Азияға экспедициясы барысында дәл осы орталықтар әлемдегі 11 мәдени ауыл шаруашылық түрінің бірі бар деген ой қалыптастырды. Ал өткен ғасырдың аяғында академик Жанғалиев әлі және жоңғар алатауына бірнеше мәрте халықаралық экспедициялық сапарлар ұйымдастырды. Онда Англия, ақш, Франция, Германия және Канада мемлекеттерінің ғалымдары көне ағаш түбіне молекулярлы генетикалық зерттеулер жүргізді. Нәтижесінде біздің жеміс әлемдегі 15 мыңға жуық барлық мәдени алма сортының түп атасы екендігі дәлелденді. Ең алғаш алма көшеті Ұлы Жібек жолы арқылы Ирак және Түркия мемлекеттеріне тарады. Одан әрі Еуропаға жетті. Осылайша барша әлем елдерін қамтыды. Тарк теңдессіз табиғи кешендерімен ғана ерекшеленбейді. Тарихи мәдени ескерткіштерге де өте бай. Ұлттық парк аумағында орналасқан қорғандар мен қорымдар, тасқа бедерленген кескіндер, археологиялық ескерткіштер, ерте темір дәуірінен жеткен құнды жәдігер. Қазіргі уақытта ұлттық парк аумағында 11 туристік маршрут белгіленген. Барлығы дерлік заман талабына сай сабақты өрнек тапқан. Сонымен қатар табиғи парк тыныштық пен тұмса табиғатты сүйетін әуес қойшандар үшін айналасын жапырақты және қылқан жапырақты орман тобай қоршаған ондаған қонақ үйлер мен туристік база қызметін ұсына алады. Ал парк аумағындағы Липинск ауылы Қазақстандағы ең тамаша бал өндіруші орта саналады. Әр бөктерде құлпырған алуан түрлі гүлдер өңірдегі балдың дәміне